Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі қазақ тілі сабағына қош келдіңдер. Балалар, бүгін біз сіздермен сәлемдесіп алайық. Армысың күнана, армысың жер-ана, армысың достым, армысыз мұғалім. Ал балалар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы күз деп аталады. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты күз туралы түсінік алу, күз, жаңбыр, алма, жапырақ сөздерін дұрыс айтуға үйрену, табиғатқа деген сүйіспеншілікке тәрбиелеу. Ал балалар, енді бүгінгі сабағымыздың суретімен таныс болыңыздар. Бұл суреттің аты күз деп аталады. Балалар, бүгінгі жаңа тақырыбымызда жаңа сөзбен таныс болайық. Күз, осень. Жаңбыр, дождь. Алма, яблоко. Жапырақ, листья. Ал балалар, және бір қайталап шығайықшы жаңа сөздерімізді. Күз, жаңбыр, алма, жапырақ. Ал балалар, енді сіздерменен суреттерді сөйлетейік. Күз мезгілі, ағаш жапырақтары сарғайған, осень, листья деревьев пожелтели. Мынау алма, это яблоко. Күзде жемістер көп болады. Осенью будет много фруктов. Күзде жаңбыр жиі жауады. Осенью часто идут дожди. Осы сөйлемдердегі жаңа сөздеріміз күз, алма, жаңбыр, жапырақ. Өте жақсы балалар. Осы жаңа сөздерді көбірек қолданайық. Ал балалар, енді сергіту сәтіне өтейік. Ну-ка, ребята, мы проходим уже разминку. Күн шықты, сәулесін шашты, күнді бұлт жапты. Содан соң жаңбыр жауды. Жаңбырдан соң кемпір қосақ шықты. Өте жақсы балалар, сергіп қалдыңдар ма? Енді балалар, жаңа сөздерімізбен дыбыстық жаттығуларды өткізейік. Ну-ка, ребята, сегодняшними новыми словами давайте проведем звуковые упражнения. Үз, күз. Ақ, жапырақ. Ыр, жаңбыр. Мама, алма. Және бір қайталайықшы қане. Үз, күз. Ақ, жапырақ. Ыр, жаңбыр. Мама, алма. Өте жақсы. Бұл біздің жаңа сөздеріміз бүгінгі күнгі. Енді осы жаңа сөздерменен жұмыс жасап жүріңіздер. Және бір қайталайықшы қане жаңа сөздерімізді. Күз, жапырақ, жаңбыр, алма. Жарайсыңдар балалар, бүгінгі сабақпен таныс болдыңдар. Бүгінгі тақырыбымыз күз деп аталды. Біз жаңа сөздермен таныстық. Алма, жапырақ, күз, жаңбыр. Егер осы сөздер сендерге түсінікті болса, маған кері байланыс жіберуді ұмытпаңдар. А ну-ка, ребята, сегодняшняя тема у нас закончилась. Мы познакомились новыми словами. У нас новые слова были күз, жаңбыр, жапырақ, алма. Если вам урок понравился, поставьте на это видео лайк. Я буду очень рада. Большое спасибо.